Ұлы дала аңыздар кітабынан Арыс Самбат қиссасы 9 бөлім. Әзірет Сұлтанның кесенесін салу. Әмір Темір Яссауидің кесенесін салуға әмір берді. Құрылысты қадағалауды ең сенімді нөкерлеріне тапсырды. Ұсталарға, тас қалаушыларға қатаң шарт қойды. Олар таңда ғұсыл алып, жұмысты кәміл дәретпен атқаруы тиіс. Ұсталар әр кірпішті кәлима айтып қалауға міндетті. Кірпіш тасушылардың тілі кәлимадан құрғамау керек. Құрылыс ісі қанша қауырт болса да, намазды қаза кетіруге рұқсат жоқ. Басында еркі жоқ құл-құтандар бұл іске қатыспасын деп ескертті. Тек ықыласты мұсылмандар ғана таңдалды. Аспаздар тек дәрет алып барып қана қазан көтеруге тиіс. Адал малдың етінен ғана ас дайындады. Шартты бұзғандар өлім жазасына кесілді. Әмір Темір жұмысты бақылау үшін кейде жұпыны киініп, елді жасырын аралап жүретін. Жұмысына салғырт қараған шеберді ұстап алса аямады. Әзірбайжан, Парсы және Үндістаннан ең атақты 200 сәулетшіні алдырды. Ақысын аямай төледі. Таудан тас ойып, далада кірпіш күйдіретін 500 шеберді және алдырды. Үндістаннан тас тасуға 95 піл әкелінді. Әр кірпіштің сапасы қатаң тексерілді. Батпақ тек биенің сүтімен ғана иленді. Кірпіш мықты болу үшін құстың жұмыртқасын қосты. Бір күні Әмір Темір әдеттегідей кесенесін аралауға келді. Кенет бір кемдікті көз шалды. Ұсталар кесененің кіреберсін төмендеу етіп салып жіберді. Сызба мен жобада еңсел боп көрсетілген еді. Ирандық ұсталары Махмұд Дәуд пен Мұхаммед Желда жобадан ауытқып кетіпті. Әмір Темір сол заматта қаһарына мінді. Еңкіш салынған кіреберісті дереу бұздырып, қайта тұрғызуға әмір берді. Ал салғыртыққа салынған екі ұстаны өлім жазасына кесті. Иран елінде алтынмен зерленген жасыл түсті қабір жапқыш жасатты. Оны салтанатпен алдырып, әулиенің қолпытасына жапты. Қарнақты салмағы 2 тонна болатын алып тайқазанды қолдан құйдырды. Оны Әбділәзиз Шарафуддинұлы Тебрези жасады. Әмір Темір мешітке лауқа мен бірнеше шырағдан сыйлады. Әзірет Сұлтан қорын вакф ашып, оған мемлекет қазынасын қыруар ақша бөлді. Яссауидің ұрпақтары мен шәкірттеріне вакфтен бірнеше жер бөліп берді. Соңында қолхат жазып, Әзірет Сұлтан кесенесін ешқашанда, қандай болған жағдайда сатуға, жекеменшік секілді ұрпақтан ұрпаққа уақытша немесе түбегейлі беруге болмайды деп қатты ескертті. Сол әмірі орындалып, берге дейін халықтың ортақ игілігіне айналып кетті. Әмір Темір ең соңғы рет Қытайға жорыққа аттанарда 2 нөкерін ертіп Әзірет Сұлтанға зиярат жасады. Кесенедегі құрылысты соңғы рет қарап бақылады. Әулиенің қабіріне келіп, ұзақ мұңдасып отырыпты. Артынша бір аптадан соң отырарда дүние салды. Ұрпақтары патшаның кесенесін салдырамыз деп, Әзірет Сұлтанның басындағы ұсталарды Самарқанға кетті. Кесене сол күйі бітпей, аяқсыз қалыпты.